Балалар, кеше біздің өреде бастағанбыз мына формуланы. Егер n натурал сан болған кезде Ньютон биномы 1 плюс x-тің n дәрежесі дәл осылай мысалға x мына жақта жоқ еді, жоқ болды, пайда болды, x квадрат, x куб деп x-ның n дәрежесі. Тура осылай жіктеледі. Мысалға 1 плюс x-тің квадраты 1 плюс 2x плюс x квадрат деп аяқталады. 1 плюс x-тің кубы деген сияқты. Бірақ егер дәрежеміз бізде натурал сан емес болса, одан бөлшек сан болып кетсе, бірден кіші сан болатын болса, мына модулі бойынша бірден кіші сан. Олай болса, мына формула келесі дәл формула тура сондай, просто ол шексіз кете береді. Да? Соны қолдандық. Одан кейін біз не істедік тағы да? Так, одан кейін біз мынау алттағы үш есепті шығарған болатынбыз. Сол үш есеп бойынша сұрақ бар ма? Жоқ. Так, жоқ болатын болса, мына жерде нені қалай алшы еді осы? Ручканы. Указатель. Периодик. Ал енді мынау мәсте келген есеп, соған мысал ретінде бір шығарайық. 1 плюс 5x-тің минус 2 дәрежесі. Не істейміз, балалар? Осының биномның x дәрежесі өсу реті бойынша жіктен алғашқы үш мүшесі негізі мынау дұрыстап жазған кезде плюс и көп нүкте деп кете береді ғой. И содан байланысты k-ны табу керек. Енді ашып көрейік өзіміз. 1 плюс 5x-тің минус 2 дәрежесі. Бізде 1 плюс x-тің n дәрежесі. Қалай еді? 1 плюс nx қой. Плюс, дәл сол сияқты 1 плюс n-нің орнында минус 2 тұр, x-ның орнында 5x тұр. Плюс n минус 1 бөлінген 2 факториал и x квадрат деп кетеді. Мына жерде соны жазамыз. Плюс n-нің орнында минус 2 тұр, n минус 1-ның орнында минус 3 болады олай болса. Бөлінген 2 и 5x-тің квадраты. Түсінікті? Тең болады 1 минус 10x, міне мынау минус 10x болады. Мына жерде 2 мен 2 кетті, 2 минус плюсті берді. 25x квадрат үшке өйтсем, плюс 75x квадрат плюс деп кете береді. Сөйтіп, жауабы не болады? К тең 75. Мынау мәс деген есеп, балалар. Міне, яғни формула ертең сор сочтарда да кеп қалуы мүмкін. Түсінікті? Келесі есепті қарайық енді. Мұн жерде енді жуықтау есептеуге қолданады бұны көбіне. Енді кәдімгі біз өтіп жатқан негізгі формула енді 1/10-18-дің 5 дәрежесі. Ол үшін мынаған келтіреміз. 1 плюс 0,0018-дің 5 дәрежесі. Осыны 1000-нан 10.000-дан 1-ге дейін дәлдікпен есептеу керек. Енді мына формула бойынша ашайық. 1 плюс n-нің орнында 5, x-тің орнында 0,0018, так, плюс n минус 1, яғни 5 көбейтілген 4 бөлінген 2, x квадрат 0,0018, плюс арғай жалғастыратын болсам 5 көбейту 4 көбейту 3 бөлінген 3 факториал. Ол 2 көбейту 3 деп жазып қойық. Көбейтілген 0,0018-дің кубы. Бұл жерде бір нәрсені ұмытып кетті ғой. Квадраты ғой да мұнда. Плюс кете береді осылай. Бізге бірақ дәлдікпен есептеу керек. Мен примерно біліп тұрмын қазір мына жерде. 1 плюс 5 жердегі 18-ім, 5 жердегі 10-ым 50, 5 жерде 8-ім, 5 жерде 8-ім 45. Сонда 0,0009 болып тұрды. Бұл 1000-нан 1-ге дейінгі дәлдік, мынау саналар. Мынаны есептеп көрейікші. Қысқарат 2, 5 жерде 2, 10. Так, мынауымыз 10 көбейту 10-нан 18-дің квадраты. 0,0018-дің квадраты. Ол болып тұр, и осыны 10-ға көбейтем, көбейту 10. Міне, мынаның өзін есебін есептесек, мынау 0,0000
0 kalkulator bарлықтарында болады ғой. 324. Енді қараңыздар балалар, бізде 0,000 именно 1-ге дейін кетеді. Яғни 0,000 1-ге дейін мына жерде даже. Мына санымыз уже, мына санымыз. Мына 0,000-1-ден аз сан болды. Сондықтан мына оған әсер ете алмайды. Сондықтан мына келесі сан бұдан да аз болады. Өйткені дәреже көбейе береді ғой. Сондықтан ары қарай мыналарды есептемей-ақ қоямыз. Түсініп отырсыңдар ма? Сөйтіп бірінші мен екіншісі ғана жеткілікті болды. Мынаны бірақ көрсетіп кетуіміз керек біз экзаменаторға. Яғни 5 көбейту 4 бөлінген 2 көбейтілген 0,0018 ол кіші. Оның бір дәлдіктен кіші. Сондықтан оны алмаймыз. Сондықтан осы жерде бірінші мен екіншісінде аяқтаймыз. Көп есептерде солай болады. Мүмкін кейбір есептерде ғана үшіншісі есептеледі енді. Дәлдігіне байланысты. Енді сөйтіп жауабы 1,009 болды. Түсінікті ма балалар? Иә. Міне дәл соның шығарылуы мына жерде тұр. Есептесек, міне. Мына жерде калькулятор болып отыр міне. Бұл деген 1000-нан 1-ден кіші, сондықтан оны алмаймыз. Сонда бірінші мен екіншісін ғана алған 1,009. Енді тағы бір есеп шығарып көрейік. Осыған байланысты 4,98-дің 4 дәрежесіне. Енді бізде формула 1 плюс қой, сондықтан қайсыған жақын? 4,98-ді 5 алынған 0,102 деп аламыз. Түсінікті? Мынаның 4 дәрежесі, мынаның 4 дәрежесі. Мына жерде 1 тұрғаннан кейін біз екеуінен 5-ті шығарамыз. 5 жақсынасында шығарсам 1. Мына жерден 5 шығардым, 1 қалды. Мынаны 5-ке бөлем ғой енді. 102-ні 5-ке бөлсем 0,0 қанша болады екен? 0,102-ні 5-ке бөлейік. 0,04. 0,04-нен 5-ке бөлдім. Осының 4 дәрежесі. Түсінікті? Неге осылай істегенімізді түсініп алсыңдар ғой да? Мына жерде өйткені формулада 1 тұр. 1 плюс x болды. Енді 5-дің 4 дәрежесі сыртқа шығарып жүрем. 5-дің 4 дәрежесі сыртқа шығарып жүріп. Енді 1 минус 0,004-тің 4 дәрежесі болды. Так, тең. 5-дің 4 дәрежесі тұра берсін. Енді мынаны ашып бастаймын. 1 плюс nx плюс 4 көбейтілген x-ның орнына минус 0,004 тұр. Плюс n минус 1, яғни 4 көбейту 3 бөлінген 2 көбейтілген 1000-нан минус 0,004-тің квадраты. Түсінікті? Енді ары қарай жалғастыра берем. Плюс 4 көбейту 3 көбейтілген 2 бөлінген 3 факториал көбейтілген минус 0,004-тің кубы. И так далее кете береді. Тең. Енді 5-дің 4 дәрежесі дегеніміз ол 25 көбейту 625. Мыналарды реттейік үшін қарайық. Бізде қандай дәлдікпен дейді? 100-ден 1-ге дейін дәлдікпен. Яғни 625-ке көбейткен кезде 100-ден 1 болып кетпеу керек қой. Енді біріншісі 1 болып тұра береді. 1 минус 416 0,016. Енді 625 кетсем үлкен сан ғой енді. Так, плюс мына екеу кетті 6 көбейтілген 104-тің квадраты минус мына жерде мына екеулер қысқарады 4 көбейтілген мына минуспен плюс болып кетеді. Мына минустың кубы плюс болып кетеді ғой. 104-тің кубы. Неге плюс болып кетті? Минус плюс ет минус болады деген. 4 көбейтілген 104-тің кубы. И мынаны есептесек қанша болады екен? 104-тің кубын 4-ке көбейтіндерде 104-тің кубын көбейтемін 0,104 тең көбейтемін 0,1 кубтадым. Енді осыны көбейтемін 4-ке
И осыны көбейтем 625-ке. 0,00016 çıktı. Mınaның мәні, мынаны сыртқа 625-ке көбейткен кездегі мәні 0,0016 болып тұр. Мына жерге жазып қойыңызшы да. 625 көбейтілген 4 көбейтілген 0,004-тің кубының мәні нақты мәні тең 0,3016 болып тұр. А бізге жүздікке дейін мынаған дейін әсер етпейді, сондықтан мына өрді алмай ақ қойсақ болады. Мына басындағысын ала салайық. Даже мынаны да алмай ақ қоятын шығармыз қазір. Мына жерге жеке есептеп алайыншы. 6 көбейтілген 625 көбейтілген 0,4-тің кубы 0,04 көбейту куб емес квадраты ғой да. Көбейту 0,04 тең осыны көбейтемін 6-ға и көбейтем 625-ке. Бұл 100-ден 6 екен. Мынау әсер етеді екен балалар. Сонда мынау ғана әсер етпейді. Енді басқасын есептей салайық. 625 көбейтілген 1, 1-ден алып тастайын 0,016-ны и мынау 0,06 шықты. 0 плюс қой бізде де, плюс 0,06. Енді осыны арға калькулятормен есептесек, плюс 1 минус 0,016 тең 1,1 осыны 625 көйтсем көбейту 625. Жауап 625,5 шығып тұр. Мына жерде қателесіп кеттім. 615,5 осындай болып тұр екен. Міне тұр жауабымыз. Яғни 4-ші дейінгі барлық қосымшаны алып тастауға болады. Біз біріншісін алдық, екіншісін алдық, үшіншісін алдық. Ары қарай мынаны уже есептемедік, өйткені ары қарай өте аз сандар.